Marhum чемпион Бекзат Саттархановтың анасы ұлының қазасына байланысты осы уақытқа дейін ешкім білмеген жайттарды жария етті. Мархум Бекзат Саттарханов ағамыз жол апатына аварияға түскен кезде қасында екі азамат болыпты. Ол азаматтармен бұрыннан бері араласатын беді. Жақсы танисыз ба сіз оларды? Мен ол балаларды танымаймын балам. Бірақ олар жаңағыдегі залда Бекзаттан кейінгі балалар ғой, енді залда дайындалып жүрген балаларға ұқсайды. Иә, ана бір Сәкен деген баланың аты ойымнан әлі кетпейді. Ол бала жаңағыдегі сол Бекзаттардың залында ма, или Мұхтарханның залында ма, әйтеуір бір жерде дайындалады ана бала. Сол балаға мен өзім үйге шақырып алып, ана Олимпиада чемпионы болды ғой енді Бекзат. Келген уақытысы сөйтіп сол балаға кәдімгі мынандай диван креслосымен дейміз ғой енді, сондайды алып ана балаға, білмеймін чоғышқана ма или сондай ма, енді білмеймін енді, әйтеуір соған өзімнің көзімше мынаны үйіңе апарып қойшы, үйлеріңде отырасыңдар осыған диванға деп берген өзім білем да ана балаға, Сәкен деген балаға. Ал енді ана қасындағысын енді анша танымайды екен, Сәкенді көргем. Сол екі бала болды қасында, бірге келді ауылға. Иә, бірге қайтты үйден. Солай балам. Өмірден өткеннен кейін ол жігіттер келді ме үйге? Өмірден өткеннен кейін келді деп естідім балаларды. Сосын есіктің алдында кетті деді, сосын еңіреп жылап отырмай қандай күйде боласыз енді. Сол кепті дегенде естідім, кейін маған шақырып келші біреуін дедім. Сонымен сол Сәкен келді ау деймін, сол келді. Сөйтіп мына жақтағы жаққа кіргізіп, адамдар бірі келіп жатыр, бірі кетіп жатыр. Сөйтіп ертеңнің азында ғой енді. Сәкен балам, үйден аман есен кеттіңдер ғой, не болды сендерге деп сұрадым енді. Жерде мұз жоқ, тоң жоқ, не болды сендерге дедім. Қара ғой жер енді, қатқандай емес. Сөйтсем айтты, білмеймін апа, ана музыканы қатты қып қойып, жаңағыдегі мен ана нені салады ғой андай жаңа несін ременді, сол ременім ашық тұрады, менің ременімді әкел бері маған салып берейін деп ременді салды дейді, анау дейді да. Бекзат салды дейді, алдында отқаны бала айтады енді. Сөйтіп салды дағыны, өзіңде салбасайшы деп едім дейді. Сөйтсем, қоя бір, мен спортсменмін ғой деп айтты дейді. Болды дейді, содан деген уақытында білмеймін, әйтеуір біреу келді дағыны, сен нағып отырсың, бұл жерде деді да, ана баланы алды да шығып кетті енді, алып кетіп қалды, ары қарай еш нәрсе естемей қалдым. Көргенім сол бала мені олар. Сен нағып отырсың деп алып кетіп қалдысыз бе? Ары қарай айтқызған жоқ. Айтпады. Одан кейін ол балаларды көрмедім. Иә. Көрмеген емеспін. Дәл бүгінгі таңға дейін мен ол балаларды көрмедім. Сол оқиға орнына түнгі сағат 2-ге таман сіз өзіңіз жеткен екенсіз, Темірлановкада болды ғой бұл қателеспесем? Жоқ, мен ол орнына бармадық біз. Ол жерден, жаңа сіздер көрген жерден оны больницаға алып келген ғой, Темірланға алып келген ғой. Бізге үйге уже Бекзат дүниеден кетіп қалды деп хабар келді ғой, әкімдерге айтты. Сонда сол бір где-то 12-ден 12:30 бірге жақындап қалған уақыт болатын. Содан кейін енді ары қарай Шымкентке алып кетуі керек қой, енді экспертизаға алып кетуі керек шығар. Сосын кейін мен өзім хирургияда істегенмін, бар күшімді жинап алдым да, мүмкін балаларымызға сондай күш анадан, әкеден дарыған шығар. Сонымен өзім кетіп қалдым. Полицияның машинасыменен, бұяқтан, Түркістаннан, сөйтіп Темірланға больницаға бардым ғой мен. Сөйтіп, біз қазақпыз ғой енді. Енді Бекзат өзі авария болды ғой, рөлде ғой деп ойлаймыз ғой, енді қазақпыз. Сөйтіп, барғанда сұрағаным болды, қасындағы екі бала қаяқты екен, аман бекен дедім. Сөйтіп едім, бір дауыс шықты, құдай сол екеуі өліп Бекзат аман қалғанда ғой деп жылап жүрген, жеңгіреп жүрген бір адам енді ана жерде. Соны естідім, бөптен аман екен ғой дедім. Сөйтіп дағын өзі кетті ғой деп енді ішке кірдім, өзімді, баламды көрдім.
сөйтім дағыны енді скорый тұр, дайын тұр, Шымкентке алып кетуі керек, жібермеймін дедім. Бопты, алып қайтам балам дейді. Сөйтіп шақы бермей алып қайтым баламды, менің көргенім сол. Мынаған жауап беріңізші, денесінде бағанағы қан ағуы керек қой, мысалға енді машине аударылған, о жерде басы жарылған бекен, қалай болған екен? Енді баланы үйге әкелгеннен кейін ояқта жаңалдегі ішерін көрсетпеген, беті ашық жатыр, баланың сондай қалпында көрдім. Просына жауып қойған ғой, енді сол күйменен алып келдік біз үйге. Таңғы 4-тер шамасында үйге келдік ау деймін енді. 4:30-5-ке жақындап қалған уақытта келдік. Одан кейін Бекзатты ашып қойды ғой. Бекзаттың бетін бәрін ашып қойды, киіндіріп ашып қойды ғой енді. Мен ондай ешнәрсе көрмеппін енді, білмеймін. Енді көргендер көріп жатқан шығар, дәл өз басым ешнәрсе көрмедім. Ал қателеспесем, астында көлігі Toyota 20 еді, 20 деп қояды. Ол кезде ең жаңадан шығып жатқан кез. Тіпті Жапонияда мамандар келіпті, сол Toyota центрдан келіп, машинені келіп, қарап, о кісілер қандай тұжырымға келді? Енді олар дейді ғой, енді маған айтпайды көбістерін, енді менің естігенім, мен енді естісем жай береді дейтін шығар енді. Естігенім, ана подушка шығу керек екен ғой, подушка безопасности. Қатты бір жылдамдықта ана подушка шығу керек екен ғой, бір сондай бір қауіпті кезең болған уақытта. Подушка шықпаған, ешқандай подушка шықпаған. Ол енді ол ешқандай ол подушка шығу керек, ешқандай онда мін жоқ. Қалай шықпай қалғанын білмейтінді, қайдан біле, ойдағырда подушка шықпай қалған. Белгісіз. Сұрақ белгісі. Сондай. Бұл айтылыпты деді ғой, енді мен сөйтіп естідім, енді естігенім сол балам. Солай. Солай болып кетті. Енді қазбалай берсек, халық дәл бүгінгі таңға дейін Бекзатты әлі комментарияда айтылып жатыр, оқысаңыздар көресіздер, жүректері сенбейді ешкімнің, өзі кетті дегенге сенбейді мысалға да. Өйткені ол Бекзат енді халықтың, елдің ұлы болды, саясатқа да кіріп кетті ғой Бекзат. Енді жаңадан 20 жасар бала олимпиада чемпионы болып келіп жатыр, оны жаңағыдегі бір қастандық болмаса бір нәрсе десе не болады, мысалға болмайды ғой, енді елге сын шығар, ондай деп ешнәрсе айтылған жоқ. Халық шулап жатыр, тоқетері өзінен келіп, бір 3 журналист үйге келді, халықты басайықшы, апа бір басу айтыңызшы халыққа дейді. Мен айттым, мен айта алмаймын ешқандай. Менің дәлелім де жоқ, менің көрген баққаным да жоқ. Бір қара түнек түн, бір төбеміздегі Құдайым ғана куә. Не болғанын көрген сол кісілер. Мен өзім білмеймін. Мен ешнәрсе айта алмаймын. Айтсын, заң орындары көрді ғой, тексерген шығар, бәрін білген шығар. Отыр ғой, ана жақта басшы генерал отыр, жауап берсін халыққа дедім. Мен өзім сөйтіп айттым келген журналистерге. Ертеңде газетке шықты, түгел телевизордан айтты. Бекзат өзінің несіменен автокатастрофаға ұшырады, ажалы менен деп халыққа жауап берді. Мен әлі осы таңға дейін сол күйменен мен ешнәрсе айта алмаймын балам да. Солай. Бекзат солай. Мен сізге бір ғана сұрақ қоя салайын. Ана жүрегің сезіп отыр ғой мен сұрағымда. Бірақ өзіңіз сенбейсіз. Шыныңыз айтыңызшы. Енді ана өмірі сенбейді ғой. Мен айтып отырмын ғой жаңағыдай. Ештеңені қазбалағыңыз келмейді, ешкімге күй жаққыңыз келмейді, бірақ сіздің... Мен жүрегім сенбейді, сол баламды әлі осы уақытқа дейін кетіп қалды, осы мен балам дүниеден өтіп кетті дегенге де сенбеймін ғой мен. Ал мен шынымды айттым ғой, енді барлық шыным осы. Марқұм Бекзат Саттарханов ағамыз жол апатына, аварияға түскен кезде қасында 2 азамат болыпты. Ол азаматтармен бұрыннан бері араласатын беді. Жақсы танисыз ба сіз оларды? Мен ол балаларды танымаймын балам. Бірақ олар жаңағыдегі залда, Бекзаттан кейінгі балалар ғой, енді залда дайындалып жүрген балаларға ұқсайды. Ана бір Сәкен деген баланың аты ойымнан әлі кетпейді. Ол бала
жаңағыдегі сол бекзаттардың залында ма или Мұхтарханның залында ма әйтеуір бір жерде дайындалады ана бала. Сол балаға мен өзім үйге шақырып алып, ана олимпиада чемпионы болды ғой енді бекзат. Сол келген уақытысы сөйтіп сол балаға кәдімгі мынандай диван креслосымен дейміз ғой енді, сондайды алып ана балаға, білмеймін жұқана ма или сондай ма енді білмеймін енді, әйтеуір соған өзімнің көзімше мынаны үйіңе апарып қойшы, үйлеріңде отырасыңдар осыған диванға деп берген өзім білем да ана балаға, Сәкен деген балаға. Ал енді ана қасындағысын енді анша танымайды екен, Сәкенді көргем. Сол екі бала болды қасында, бірге келді ауылға, иә, бірге қайтты үйден. Солай балам. Өмірден өткеннен кейін ол жігіттер келді ме үйге? Өмірден өткеннен кейін келді деп естідім балаларды. Сосын есіктің алдында кетті деді, сосын еңіреп жылап отырмын, қандай күйде боласыз енді. Сол кепті дегенде естідім, кейін маған шақырып келші біреуін дедім. Сонымен сол Сәкен келді ау деймін, сол келді. Сөйтіп мына жақтағы жаққа кіргізіп, адамдар бірі келіп жатыр, бірі кетіп жатыр. Сөйтіп ертеңнің азында ғой енді. Сәкен балам, үйден аман есен кеттіңдер ғой, не болды сендерге деп сұрадым енді. Жерде мұз жоқ, тоң жоқ, не болды сендерге дедім. Қара ғой жер енді, қатқандай емес. Сөйтсем айтты, білмеймін апа, ана музыканы қатты қып қойып, жаңағыдегі мен ана нені салады ғой андай жаңа несін ременді, сол ременім ашық тұрады, менің ременімді әкел бері маған салып берейін деп ременді салды дейді, анау дейді да, бекзат салды дейді, алдымда отқаны бала айтады енді. Сөйтіп салды дағыны, өзіңде салбасайшы деп едім дейді. Сөйтсем қоя бер, мен спортсменмін ғой деп айтты дейді. Болды дейді. Содан деген уақытында білмеймін, әйтеуір біреу келді дағыны, сен нағып отырсың, бұл жерде деді да, ана баланы алды да шығып кетті енді, алып кетіп қалды, ары қарай ешнәрсе естемей қалдым. Көргенім сол бала мені олар. Сен нағып отырсың деп алып кетіп қалдысыз бе? Ары қарай айтқызған жоқ. Айтпады. Одан кейін ол балаларды көрмедім. Иә. Көрген емеспін. Дәл бүгінгі таңға дейін мен ол балаларды көрмедім. Сол оқиға орнына түнгі сағат 2-ге таман сіз өзіңіз жеткен екенсіз, Темірлановкада болды ғой бұл қателеспесем? Жоқ, мен ол орнына бармадық біз. Ол жерден, жаңа сіздер көрген жерден оны больницаға алып келген ғой, Темірланға алып келген ғой. Бізге үйге уже бекзат дүниеден кетіп қалды деп хабар келді ғой, әкімдерге айтты. Сонда сол бір где-то 12-ден 12:30 бірге жақындап қалған уақыт болатын. Содан кейін енді ары қарай Шымкентке алып кетуі керек қой, енді экспертизаға алып кетуі керек шығар. Сосын кейін мен өзім хирургияда істегенмін, бар күшімді жинап алдым да, мүмкін балаларымызға сондай күш анадан, әкеден дарыған шығар. Соныменен өзім кетіп қалдым. Полицияның машинасыменен, бұяқтан, Түркістаннан. Сөйтіп Темірланға больницаға бардым ғой мен. Сөйтіп біз қазақпыз ғой енді. Енді бекзат өзі авария болды ғой, рөлде ғой деп ойлаймыз ғой, енді қазақпыз. Сөйтіп барғанда сұрағаным болды, қасындағы екі бала қаяқты екен, аман ба екен дедім. Сөйтіп едім, бір дауыс шықты, ей құдай-ай, сол екеуі өліп бекзат аман қалғанда ғой деп жылап жүрген, жеңгіреп жүрген бір адам енді ана жерде. Соны естідім, бөптен аман екен ғой дедім. Сөйттім дағыны өзі кетті ғой деп енді ішке кірдім, өзімді баламды көрдім. Сөйттім дағыны енді скорый тұр, дайын тұр, Шымкентке алып кетуі керек, жібермеймін дедім. Бопты, алып қайтам балам дейді. Сөйтіп шақырып бермей алып қайттым баламды, менің көргенім сол. Мынаған жауап беріңізші, денесінде бағанағы қан ағуы керек қой, мысалға енді машина аударылған, о жерде басы жарылған бекен, қалай болған екен? Енді баланы үйге әкелгеннен кейін ояқта жаңағыдегі ішерін көрсетпеген, беті ашық жатыр, баланың
сондай қалпында көрдім. Просьбама жауап қойған ғой енді. Сол күйменен алып келдік біз үйге. Таңғы 4-тер шамасында үйге келдік ау деймін енді. 4:30-5-ке жақындап қалған уақытта келдік. Иә. Одан кейін Бекзатты ашып қойды ғой. Бекзаттың бетін бәрін ашып қойды, киіндіріп ашып қойды ғой енді. Мен онда ешнәрсе көрмеппін енді, білмеймін. Енді көргендер көріп жатқан шығар, дәл өз басым ешнәрсе көрмедім. Ал қателеспесем астында көлігі Toyota 20 еді, 20 деп қояды. Ол кезде ең жаңадан шығып жатқан кез. Тіпті Жапонияда мамандар келіпті, сол Toyota центрдан келіп, машинені келіп, қарап, о кісілер қандай тұжырымға келді? Енді олар дейді ғой, енді маған айтпайды көбістерін, енді менің естігенім, мен енді естісем жырай береді дейтін шығар енді. Естігенім, ана подушка шығу керек екен ғой, қатты бір жылдамдықта ана подушка шығу керек екен ғой, бір сондай бір қауіпті кезең болған уақытта. Подушка шықпаған, ешқандай подушка шықпаған, ол енді ол ешқандай ол подушка шығу керек, ешқандай онда мін жоқ. Қалай шықпай қалғанын білмейтінді, қайдан біле, ойдағырда подушка шықпай қалған. Белгісіз. Сұрақ белгісі. Сондай. Бұл айтылыпты деді ғой, енді мен сөйтіп естідім, енді естігенім сол балам. Солай. Солай болып кетті. Енді қазбалай берсек, халық дәл бүгінгі таңға дейін Бекзатты әлі комментарияда айтылып жатыр, оқысаңыздар көресіздер, жүректері сенбейді ешкімнің, өзі кетті дегенге сенбейді мысалға да. Өйткені ол Бекзат енді халықтың, елдің ұлы болды, саясатқа да кіріп кетті ғой Бекзат. Енді жаңадан 20 жасар бала олимпиада чемпионы болып келіп жатыр, оны жаңағыдегі бір қастандық болмаса бір нәрсе десе не болады, мысалға болмайды ғой, енді елге сын шығар, ондай деп ешнәрсе айтылған жоқ. Халық шулап жатыр, тоқетері өзінен келіп, бір 3 журналист үйге келді, халықты басайықшы апа, бір басу айтыңызшы халыққа дейді. Мен айттым, мен айта алмаймын ешқандай. Менің дәлелім де жоқ, менің көрген баққаным да жоқ. Бір қара түнек түн, бір төбеміздегі Құдайым ғана куә. Не болғанын көрген сол кісілер. А мен өзім білмеймін. Мен ешнәрсе айта алмаймын. Айтсын, заң орындары көрді ғой, тексерген шығар, бәрін білген шығар. Отыр ғой, ана жақта басшы генерал отыр, жауап берсін халыққа дедім. Мен өзім сөйтіп айттым келген журналистерге. Ертеңде газетке шықты, түгел телевизордан айтты. Бекзат өзінің несіменен автокатастрофаға ұшырады, ажалы менен деп халыққа жауап берді. Мен әлі осы таңға дейін сол күйменен мен ешнәрсе айта алмаймын балам да. Солай. Бекзат солай. Мен сізге бір ғана сұрақ қоя салайын. Ана жүрегіңді сезіп отыр ғой мен сұрағымда. Бірақ өзіңіз сенбейсіз. Шыныңыз айтыңызшы. Енді ана өмірі сенбейді ғой. Мен айтып отырмын ғой жаңағыдай. Ештеңені қазбалағыңыз келмейді, ешкімге күй жаққыңыз келмейді, бірақ сіздің... Мен жүрегім сенбейді, сол баламды әлі осы уақытқа дейін кетіп қалды, осы мен балам дүниеден өтіп кетті дегенге де сенбеймін ғой мен. Ал мен шынымды айттым ғой, енді барлық шыным осы.